Вот детский неге конвертикке мынандай плюш алдым. Бамбук деп қояды. Сондай жұмсақ, әп-әдемі плюш алдым. Одан кейін мындай сатин алдым. Негізі бурда бойынша жазылған бойынша бурдада поплин болатын. Бірақ попленнің маған суреттері ұнаған жоқ. Екеуінің на ощупь қатты айырмашылығы жоқ, поэтому сатин таңдадым. Суретін именно вот суретмен өте қиын болды. Ағамның үлкен баласы осы суретті таңдағаннан кейін осы суретпен алдым. Екеуінің сочетаниясы да өте әдемі деп ойлаймын. Бұларды жуып алдым обязательно, өйткені кішкентай бала жатады бұған. Базарда болғаннан кейін шаңда кішкене тұрып қалған сияқты болды. Содан кейін тазалап жуып алдым. Енді мынаны әрине үтіктемеймін, бірақ сатинді обязательно қазір үтікке басқалы жатырмын, дайындап. Содан кейін ары қарай дайындап қойған лекалаларым бар. Бурдадан түсіріп алған, соларды үстіне қойып қиып шығамын. Артқы жағы, ал мынау алдыңғы үсті. Так, мына жерде замок болады. Тігу барысында, наверное, түсінерсіздер. Ал мынау тұрған кішкене ғана деталь, ол түбі, аяқ жағы. И мынау как лента жатқан сияқты, бұл жерден бегі қиып аламын. Сонымен и байқап тұрғандарыңыздай, обязательно матаның суретінің бағытына қарау керек. Яғни бір бағытқа қарап тұр, жоғарыға қарай. Так, бағыты. И мынау жоғарғы жағы, и мынау жоғарғы жағы. То есть екеуін либо наоборот, либо то есть мынаусын былай қоюға болмайды. Либо вообще ар жаққа қаратып, барлығын қаратып қоймаңыздар. Обязательно суретке, матаның суретінің бағытына қарау керек. И вот осындай 3 деталь қиып алам. И потом 2 бейкі аналарды қиып болғаннан кейін барып оларды сызамын. Қанша қажет. Вот. Бурдада бүкіл сантиметрлердің бәрі жазылған. Бірақ бурдадағы лекалаға мен 1 сантиметр припуск шовқа бердім. Тігіске запас бердім. Обязательно киім болсын, заттар болсын. Обязательно запас бердім, чтобы қысқа болып қалмады. И одан кейін алдында сторизда көрсеткен болатынмын. Бір затын түсінбедім деп, ол заттары мынау тұрған, то есть описаниясы бойынша, жазылған түсініктемесі бойынша, мына жерде ашық тесік болу керек екен, мына жақтарда. И ол тесіктер не үшін қажет десем, олар машинаның немесе колясканың баулары кіріп тұрып, осыларды закрепить етіп қою үшін. То есть қозғалып кетпес үшін, солар үшін жасалынған тесік екен. Маған оның қажеті жоқ, поэтому мен оларды қолданбаймын. Мен ондай тесік жасамаймын. Осылай. Мынау сызық бойынша үстінен бастырылып тігілетін немесі сызығы бұл. Вот, лекаладан бурданың өзін көрсететін болсам. Например, вот, мынау сызық былай тұр. Ол не? Мынау тұрған тігісі ішіндегі. Вот. Яғни шапочкасы бері қарай қарап тұрады. Үстен жауып тұру керек. Плюш, потом сыртындағы жаңағы сатин бірге қосылып, осы жерден тігіледі. Арасына мына жақтарға жаңағы наполнитель синтепон салынады. Вот, ол үстінен бастырылып тігілетін тігісі. Так. Мен оны қазір матаға өткізуім үшін лекаланы қимай, қазір маған лекала керек. Вот, дайындап қойдым. Плюшты соған үстіне қойып қазір. И плюш тоже қиып алам осы лекала бойынша. Вот. Қазір мыналарды булавкамен қыстырдым. Матамен қоса алып
мына жаққа қарай аударамын да. Вот так. Аударып, қазір мына жерде мына булавкалардың несі тұр, іздері тұр. Осы бойынша бормен вот так сызып алам. Вот так айналдырып, бормен сызып алам. Вот так сызып, бормен сызып алам да. И, то есть матаның бір бетінде, мына жерде сгиб матаның тағы да екінші несі бар. Тоже мына жағына тоже соны өткізіп, яғни осындай сызық шығу керек. Соны қолмен көктеп тігіп дайындап қоям. Сол кезде ол өшпейді, кетпейді, и бетіне сызып отырмайым, потому что мен ең соңғы екеуін қосқан кезде ол мына жағынан тігілетін, түсетін тігіп жатқан кезде түсінікті болады деп ойлаймын. Вот. Ну, алдын ала, чтобы не сызып жатқанымды, алдын ала оны қалай дайындап алғанымды сіздерге түсіндіріп кеткен жайым бұл. Вот, келесі деталь, екінші деталь бұл ненің жаңа конверттің беткі жағы. Қазір бордадан көрсетем. Именно қайсысы. Вот, мына үстіңгі бөлігі. Мына. Так, вот так. Вот, мына тұр. Лекаласы. Яғни бұл жерде вот, былай тұр. Үстіндегі несі строчкалары тігілетін. Так и так. Стеганный болып тұрады үстінде. Вот, мынау екіге ашылған кезде, мата екі қабат, екіге ашылған кезде двойной болады, осылай. Юбка сияқты. Мата, мына жері сгиб. Вот так. Так, бұны да мына сызықтарды матаға түсіріп алам. Мына жаққа бормен вот так. Вот так. Бормен түсіріп алам. Содан кейін мына бетіне де, то есть мына бетіне түсірем и мына бетіне түсірем. Сонда ашқан кезде екеуін линейкамен қоса қоям. Сол кезде түзу тігіс шығады, түзу сызықтар шығады. И оларды тоже көктеп алам. Қазір көрсетем оларды. Көктеп алғаннан кейін олар менде дайын тұрады. И, то есть, бұл тігіс тоже үстінен бастырылып тігілетін тігіс. Поэтому маған тек сол жағында емес, оң жағында сызықтар болғаны дұрысырақ. Сонда түзу қажетті сызық бойымен тігіп шығатын боламын. Вот. Бұл қазір лекаланы, мынаған отметкалардың бәрін түсіріп болғаннан кейін лекаланы тоже плюшқа қоям. Міне нені қойып қойдым бір лекаланы. Келесі жағын тоже аударып, мынау детальді қоям. Одан кейін кішкентай бөлшегін тоже қоям. Ол мына. Бұл жерде ешқандай отметка жоқ. Бұны қазір снимать етіп аламын да. Одан кейін только мына жерінде төбесі, макушкасы осыны белгілеп қоя салам. Ол бір-біріне қосқан кезде айналып кетпес үшін, дұрыс орналасу үшін ол отметка керек, белгі керек. Поэтому ол бізге оны белгілеп қоям просто и все. Бормен. И ары қарай қазір мынаны снимать етіп, тоже плюшты қиып алам осы матадан. Осы лекаладан. Вот лекаланы плюштың үстіне қойып кесіп жатырмын. И астыңғы нені детальды бөлшегін уже қиып алдым. Ал енді үстіңгі и вот түбіндегі деталь соны қиып жатырмын. Қазір үстіне қойып алдым. И айтатыным, плюшта тоже өзінің бағыты бар. Яғни бұл ворсистый, мынандай түкті мата. Вот ворстары, түктері жоғарыға қарап тұр да, байқасаңыздар. Вот сол жоғары қарап тұр. И сонымен бірге неде лекала тоже бағыты солай қарап тұру керек. То есть екеуін шатастырып алмағандарыңыз абзал. Себебі егер матаны бұлай көтерсеңіздер, қанық түс береді, бұлай көтерсеңіздер
мына жағын жоғары көтерсеңіздер, астыңғы жағын, онда ашық түс береді. Екеуі, егер специально солай жасаймын дейтін болсаңыздар, онда пожалуйста, әрине. Ал негізі бір бағытта жасаған дұрыс. Плюштың бұның ширинасы 2,30, поэтому өте ұзын болып тұр. Даже арасынан бір зат жасап алуға болады. Болды, осылы қарағанда кесіледі, ал мына ортасы бүкілі қалып кетеді. Бірдеме придумаем. Сатин мен плюштан бөлек мынандай метражный синтепон қажет болады еще. Осындай көрпенің ішіне ортасынан салынады. Матрастың солай бортиктерге қажет болады. Вот мынау да бізде бір бортик ретінде негізі есептелінеді. И осындай арасына томпиып қалың болып тұру үшін, жылы болу үшін осындай синтепон салынады. Тура жаңағы сатин и плюшты қиып алған лекала бойынша міне 3 деталь тура дәл солай, мынау синтепонды дәл солай қиып аламын. Мен пысықтанып лекаламды уже жинап тастағаннан кейін жаңағы маталарды лекала қылып үстіне қойып алдым. Осылар бойынша шетінен қазір қиып аламын. Осылай 3 деталь тоже қажет. Міне мынау артқы бойдың деталі. Естеріңізде болар, бұл жерде сызық болу керек, тігіс болу керек. И оны матаға түсіріп жатырмын. Матаның арғы беті бар еще. Екінші жағы. Оны булавкалардың көмегімен қазір тоже қыстырып алдым. Жаңа лекаладан тоже булавкалардың көмегімен осы бетке түсірген болатынмын. Мені бормен сызып қойғандарым розовый болып тұрған. И олар тоже келесі бетке көшіріп жатырмын. Так. Қазір осыны тағы да сызып алам. И ине жіппен алып көктеп шығам. Бір қабатын ғана, мынаны екеуін ашып, мынаны ғана бір қабатын көктеп шығам. Сол кезде ол мына бетке түседі. И мен беткі жағынан үстінен бастырып тігуім үшін қажет. Вот, көктеген тігістерім дайын. Астыңғы жағы бір қабатын ғана осылай жіппен өткізіп алдым. Қазір арасына синтепон қоям, оның үстіне плюш қоям. Содан кейін барып үстінен тіккен кезде, тігіс жүргізген кезде осы тігіс маған көмектеседі. Яғни прям үстінен емес, но шетінен ғана 1 миллиметр бері қарай тігіп шығам. Сол кезде мынаны алып тастау маған оңай болады. Алдың артқы бөлшегі. И бұның астында жаңағы синтепон бар. Негізі синтепон 1 сантиметр ширинасымен өте жұқа болу керек. Мен кішкене қалыңдауын алып қойған сияқтымын. Маған жұқа сияқты көрініп еді. Ну, пойдет деген ойдамын. Қалың болады деп қойында. И мен жаңа екіге бүктеп қиғаннан кейін мынандай үлкенірек болып қиылған. Екі жағынан да кішкентай болып шығып тұр. Қазір сол лишнялардың бәрін қиып тастауым қажет. И шетімен тігіс жүргізіп, айналдырып тігіп шығам. Сонан как бір деталь сияқты болады. Екеу бір болады. Бұны бөлек неге тігем. Ал плюшты бұған как подклад сияқты болып тұрады. Үстінен плюш қойып тігемін. Қазірше осылай. Қазір булавкалар тұрған сияқты. Үстінен тігіс жүргізіп шығам. Лишний нелерін алып тастаймын. Мындай шығып тұрғандарды синтепон. Міне шетін бәрін қосып қолмен тігіп шықтым. Машинкамен тігейін деп едім.
решила все-таки қолмен тігіп шығуға. Өйткені машинкамен қатты жылжып кетуі мүмкін, поэтому қолмен қосып шықтым. Қазір мынау шетін қайшымен қиып шығам. Қиып шыққанда, знаете, мынау шетін жай ғана былай түзу қылып емес, кішкене қиғаштан. Чтоб мынаны қазір тіккен кезде мына жағы кішкене жұқа болсын деп, думаю, так, ішке қарай. Былайынан, қисығынан, қиғашынан. Яғни жұқартып, мына жерін жұқартып, былай қалың болмайды, сонда кішкене жұқалау болады. Былайынан, қиғашынан. Барлығын осылайынан қиып шықсам, тіккенге де оңай болады деп ойлаймын. Ал егер синтепонның жұқасын таңдасаңыздар, онда түзу қиып шыға салсаңыздар болады. Примерно осындай қалыңдық. Міне, көрініп тұрған шығар, білініп. Қазір осыны осылай қиғашынан 45 градуста қиып шығамын.
Келесі ендігі шаг ол замок тігу. Міне алдындағы мынау деталін алып алдым. Әлі мынаны бастырып тіккен жоқпын. Плюшпен бірге астына плюш қойған кезде мынау замокты тігем, оны плюшқа тігем. Содан кейін барып үстіндегі мынау стеганкаларды тігем. Пока қазір енді біз замокты тігеміз. Вот, замок еще бізде ұзын. И соны қазір қысқартамыз. Мынау менде пластмассовый замок. Пластмассовый замок и металлический замок. Зубчиктері металлический болатын болса, оны басқашалап қысқартамыз. Ал пластмассовый болатын болса, оныңкі өте оңай қысқартуы. Оны да көрсетем қазір. Қазір мынадан шешіп алдым. Мына екеуі осылай тұрады. Енді қайрылған кезде осылай тұру керек. Сол үшін міне үстіне қойып, қазір осыны қолмен бірінші көктеп тігіп алам. Мына матыда қолмен көктеп тігіп алмаса болмайды. Себебі сразу машинкада қозғалып кетеді. Сондай потом сөгу көп болады. Поэтому бірінші қолмен тігіп алу керек. Одан кейін барып машинкамен үстінен сыр-сыр еткізіп жүргізіп шыға саламыз. Замок екі жақта болады. Міне бір жақта, екінші замок бар. Міне отыр. Екінші жақта. Тіккен кезде міне 1 сантиметр шеттен 1 сантиметр жоғары қойып тігеміз. Себебі қазір мына жерде жаңағы кішкентай деталь бар ғой, дөңгелек сопақша, сол қойылып тігіледі түбіне. И мынау тоже солай. Осылай тігіледі. Вот, нені тігіп алдық. Замокты тігіп алдық. Бір жағын. Ал енді екінші жағын ол мынау астыңғы бөлігіне тігеміз. Қазір мынау замокты мен жабамын. Вот, мынау бір шетіне, екі шетіне, то есть замокты тігіп қойдым. Міне и міне. Осылай тігіп қойдым. Енді замоктың келесі бетін, мынау штоп жабылу үшін, ол мынау астыңғы бөлікке тігілу керек. Астыңғы детальға. Мына жерге дейін, осы жерге дейін тігіледі. Вот, мына жерге дейін тігіледі. Тоже 1 сантиметр шеттен отступать етем, мына жерден 1 сантиметр отступать етіп, мынаны былай тігіп бастаймын. Осылай. Тоже қолмен қазір тігіп алам барлығын. Тікпес бұрын, чтобы екеуі мына жақтан басталып, бүйтіп жабылған кезде мынаусы екеуі бір жерде біту керек. Ұзындықтар бірдей болу керек, созылып кетпеу керек или отырып қалмау керек. Сол үшін мен замокқа не жасаймын? Насечка жасаймын, белгі. Яғни бізде замок ұзын. Так, мынаны бірінші жауып аламын осылай. Жауып алдым. И мынау біткен шетінен тура солай. Міне, мынау біткен край шеті, осы жерге мындай натечка берем. Шетіне ғана. Кішкене ғана осылай натечка берем. То есть келесі менің мынау шетім осы шетке дәлме-дәл келу керек. Енді кішкене ғана 0,5 сантиметр шығып кетсе, онда тұрған ештеңе жоқ. Яғни оны кішкене ғана қиып туралауға болады. Мынаны қазір алып тастаймын. И мына екеуінің шетін вот так белгілеп аламын да, қай жерден басталды. Мен көзбен примерно
бір жарым сантиметр қылып алып алдым. Ой, былайынан. Міне. Көзбен отступать еттім. бір жарым сантиметр. Міне осы жерден басталу керек. Все, қазір бастаймын. Қолмен замоктарды тігіп қойдым. Қанша жерден уверена болсақ та тексеріп алуымыз қажет. Қазір бір шетін замоктап тексеріп көрдім. Міне мынау былай тұрады. Ішінде әлі біздің плюшіміз бар. Міне былай келіп жабылады. Так. Слай. Мына астында жаңағы асты жағында дөңгелек сопақша түбі тұрады. И мына бөпеміздің үйі деп қойсаң, кроваты алып жүруге күшті болады. Осылай. Мынау артқы бөлік. Замокты машинкамен тігіп шықтым. Қолмен тіккенді алмай қоям, ол ішінде қалып кетеді. Үстіне енді плюшты қоям. Плюш тоже артқы деталь. Дәл өзінікі. Вот такой. Енді осыны қазір булавкамен қыстырып шығам. Осылай. Астын бірдей қылам. Астын бірдей қылам, бірақ прям мына жерден бастап, түбінен бастап тікпеймін. Кішкене мынау замоктың аяғы бар, бітетін жағы сол жерден бастап. То есть тоже 1 сантиметр отступать етіп барып бастаймын. Кені қазір астын қалай әлі жабатынымды ойлаған жоқпын. Жабатын кезде вдруг сондай болмау керек. До конца тігілмеу керек. Болып қалған жағдайда қажет болады. Сол. Әлі астын қалай тігетінді не представляю. Көреміз қазір. Міне осылай барлығын қазір булавкамен бірінші қыстырып алам, потом машинкамен үстінен жүріп шығамын. Осылай булавкамен екі жағынан қыстырып қойдым. Ортасында замок бар. Замок бар ортасында. Бірінші мынаған тігіп алғам, кәдімгідей машинкамен. Мынау неге? Сатинге. Вот, машинкамен тігіп алғам. Енді именно мына жақтан, сынамен маған кішкене қиынырақ болады шығар, ну ладно. Осы жақтан, мына жақтан точно қиын болады, себебі мынаны созып тастау мүмкін машинка. Поэтому осы беттен тігемін. Теперь и екінші жағын тоже қыстырып алдым. Вот, как мешок сияқты. И потом мына жерден аудара салам. Осылай. Үстіңгі деталь тоже плюшқа қосылып тігілді. Вот арасында замок. Осылай. Екі жағындан тігіп тастадым машинкамен. Үстіне прям осылай қойып тіктім. Наоборотынан қойдым. И мынандай лапка пайдаландым. Егер сіздерде ортасында басқа лапка болатын болса, екі шетімен де тіге беруге болатын. Онда осылай тіге бересіз. Алмаған мынау кішкене ыңғайсыздау. И қазір мынаны қысқартып кесіп тастаймын просто осылай. И все. Қазір кеспей тұрып, бірінші көріп алуым керек, аударып, барлығын дұрыстап. И бірінші астына түбін тігуім керек қазір қосып.
Вот. И бұл плюшқа тігіледі, не сатинге тігіледі. Міне аналардың бәрін тігіп болғаннан кейін келесі біздің шаг. Бас жақтарын осылай қыстырып алдым. Негізі мына жерден төбесінен, наверное, қалдырам. Вот біздің конвертик уже дайын болып келе жатыр. Мына жерін жаңағы басында айтқан болатынмын. Көктеп тігіп алған болатынмын. Ненің өзін ғана. Сатиннің өзін ғана. И вот булавкамен так қыстырып шықтым. Не? Асты барлығы, то есть бірге, мыналардың барлығы бірге, мынамен қоса үстінен бастырылып тігіледі қазір. Осылай. И мынау шетін байқаңыздар. То есть замокқа жақын болып қалмасын, бұлай итеріп барып тігіңіздер. Бітіретін тоже аяқтаған кезде де вот так мынаны бері қарай жылжытып, замокқа жақын болып қалмасын. Ал мына шетін тоже тігемін, бірақ жоғарыдан примерно бір осындай шамамен ашық қалдырып қоям. Себебі ол маған керек, ішіне синтепон салам қазір мынаған. Аздап, көп емес, кішкене сәл қалыңдау болып тұру үшін синтепон салам. И мынаның ішіне тоже синтепон салам. Тоже аздап төсеп шығам синтепонды. Мына жақтан салам. Одан кейін барып, мынаның ішіне, то есть плюшпен вот синтепонның ортасына салам. Одан кейін айтайын дегенім, потом барып астыңғы несін түбін айналдырып уже тігіп шығам. Мыналарды, наверное, замокпен жабам. Үстіңгі жағын қосып алғаннан кейін барып. Вот мынандай неге қалдырдым, қолым сиятындай. И синтепонды алып, сол жерге салам. Равномерно қылып, и қатты көп емес, то есть қатты болып қалмау керек. Баланың басына жұмсақ болып тұруы қажет. И равномерно. Бұлай қозғалтып жіберсек, жақсы жатады деген ойдамын. Өзім де бірінші рет жасап тұрмын. Байқағандарыңыздай. Жақсы шығып жатыр деген ойдамын. Дұрыс шығып жатыр деген. Жақсы шығып жатыр, бірақ дұрыс шығып жатыр деген ойдамын. Осылай екі жағына бірдеме шықты қасымыз. Что байқап қалдым? Болып кіреген, қатты кіретін. Қайдан шыққаны. И үстінен осы жерден қазір мынаны жалғастырып, осылай жауып қоям. Кісінің жағып салғым. Шектеп аз болып қалды. Негізі баланың басы мына жерде жатады. Былай жабылады. Осылай үстіп жабылады. Мындай метражный синтепоннан осындай форма жасадым. Мынаның ішіне мынандай синтепон салайын десем, и мынандай үлкен площадьқа ол болмайды. Бір жерден жиналып қалуы мүмкін, возможно. Поэтому көбінесе олар жастық, сондай формаларға салады. Ал мынандай үлкен жерге вот осындай синтепон салу керек шығар деген. Негізі бұндай синтепон и так уже ішінде бар. Сәл қалыңдау мамық жұмсақ болып тұру үшін екінші осындай жасадым. Қазір ішіне енді салам. Білмеймін қалай болатынын. Бұл қалған кусоктардан қосылған
міне мына жері жіппен қосқам. Осылай өстіп жіппен қосып шықтым. Жетпей тұрған жерлерін. Вот, мына жерлерді тоже. Қазір енді осының ішіне салам. Мына жерде тігіс бар, то есть мына жерге дейін ғана келіп тұрады. Ал мынау ішінде, о жерде кішкене, то есть мындай ұнтақталған мындай синтепон. Мынаның ішінде. Төбесінен салдым. Жаңағы видеода мен сіздерге көрсеттім. И пока булавкамен қыстырылып тұр. Ал мына жерін қазір бейкамен тігіп шығамын. Вот осылай. Мынау сырты, ал мынау мына жерде уже бала жататын жер. Міне күшті болып қалды. Такой жұмсақ, қалың. Вот ішінде екі қабат. Мынаусын қысқарақ жасадым, өйткені ол ішінде тұрады. Имеется, мына жер қазір мына жерден тігіледі. Осылай ішінде қалу керек. Вот прям салып тастадым ішіне. Күшті болды. Мына жерде замок, қазір үстіндегісін әлі тоже толық біткен жоқпын. Мынаған бейка қазір тігіледі. И үстіндегі жабылатына бейка тігіледі. И астына дөңгелек тігіледі. Сол ғана қалды. И все. Так, мен қателеспін, ол ғана қалмапты. Біз әлі мына жерден үстіне стёганка жүргізуіміз керек екен. Қазір так, мен мына жерден біреуін жүргізем. Ішіне синтепон салам. Мынау ұнтақталған синтепонды ішіне салам. Мынан біріншісін тігіс жүргізіп болған екен. Содан үстін тоже мынау сияқты жауып тастаймын. Потом одан кейін тағы да мына жерге салам синтепон. И мынаны жауып, мына жерді стегать етем. И келесі осы жерге синтепон салам. И мынаны стегать етем. И мына жерге тоже синтепон стегать етем. И мына жерге синтепон, оны стегать етем. Сол кезде мына жер осындай выпуклый болып тұрады. И мынау астын, то есть оны жауып тастамайым. Ол жерге бізге қазір нені қою керек болады. Ол жерді нужно придумать, как делать. Ойластыру керек қазір. Жасаймын, сол кезде көрсетем. Вот каждыйның арасына синтепон салып, булавкалармен қыстырып алдым, чтобы қазір тіккен кезде каждый раз бөліп отырмайтындай, бірден барлығын осылай тігіп шыға салатындай қылып, өзіме ыңғайлы қылып, осылай жасап алдым. Арасына синтепон салдым. Не мынандай синтепон. И мынаның тоже астын қыстырып қойдым. Қазір түзу қылып осылай тігіп шығам. И түбін айналдырып сразу тігіп, кейін ішіне қарап тұрады. То есть былай ішіне қарап тұрады. И ашық жерін, қосылған жерін бейкамен қоса саламын деп шештім. Солай ең оңай жолы сондай болып тұр. Так, мынау жоғарғы жағы. Мынауны қазір қиям, просто жаңа замок салған кезде замок шығып кеткен болатын. Сол замок шығып кетпес үшін пока осылай тұра берсін. Потом қиып тастаймын и бұны бейкамен жауып қоям мына жерін. Сол кезде замок шықпайтын болады. Мынау асты, мынау да асты, екеуін қосып немен машинкамен тігіп алдым, айландырып. Қазір енді оны жаңағы конверттің астына айналдырып қосып тігемін. Дайындап алдым. И конверттің беткі бөлшегі тоже дайын. Так. Замок. Бәрі тігілді. Так. Вот біздің конвертик. Енді мына жердегі бейкасы қалды. Бітірдім уже почти. Мынаны екі жағын замоктап
қосып алдым. Енді асты тоже почти дайын. Вот, қазір теріс қаратып алдым. Мынау негізі іші. Вот, енді мынаны, потому что мынау теріс қараттым, өйткені тігісі бері ішіне кіріп тұру керек. Вот так, қазір осылай қосылып тігіледі. Міне, прям вот сатинге қарап осылай тігіледі. Мынау плюс жағынан. И вот, и алдында мен мынаған отметка қойған болатынмын. Вот так, қазір көрсетем. Вот, міне, насечка бергем. Вот, мына қиылып тұрған. Вот, қиылып тұрған насечка. Бұл мынау замоктың мына жерінде тұру керек, ортасында. Міне, осы жерге келу керек, дәл келу керек. Міне, осылай. Мына жерде насечка. Осылай келу керек. И екінші жағы также. Тоже насечка бар. Так, вот насечка. Бұл сол замокқа келіп тұрады, осы жерге осылай. И все, сонымен айналдырып тігіледі. Қазір қыстырып алайын, булавкамен закрепить етіп алайын, содан кейін еще көрсетем. Міне осылай қыстырып қойдым. Енді мына жері осындай болады. Осылай қазір тігіліп шығады, айналдырып. Үстіп тігіп шығам. И аударам. Аударып, мына жерін бейкамен тігем. Мен басында бейка дайындап алған болатынмын. И мынаны айналдырып бейкамен тігем. И мынаны тоже бейка жасаймын да, қазір қиып, осылай айналдырып бейкамен жауып шығам. Мына жерде. Мне мынандай резинка керек. Шнур сияқты. Сондай резинка. Яғни мынаусын бүйтіп жинап тұратын ішінен. Наоборот тұрады. Қазір бейканың, мына бейка косой. Бір жағын тігіп алдым. Міне, мына жаққа тігіп алдым. Енді оны айналдырып бүйтіп, мына жерде қыстырып қойғам. Осылай үстінен тігіп шығу керек. Енді, чтобы потом оны немен өткізіп отырмас үшін, ішіне сразу резинканы былай қоямын да, үстіңгі жағына, потому что мына жаққа тіксеңіз, мына жерге қойсаңыз, машинкаға тігіліп кетуі мүмкін, поэтому жоғарғы жаққа қоясыз да, оны былай жауып, осылай мынау сияқты булавкалармен қыстырып шығасыз, полный. Потом уже резинканы қажетінше тартып аласыз өзіңізге. Бос тұру да керек, ол тартып алған кезде шығып та тұру керек. Вот так вот. Шетін қазір былайынан қайырып тігем. Мына жерде ортасы ашық болу керек. Мына жерден қазір мен резинка шығарам. Негізі бурдада көрсетілгенде мынандай ортасынан шығарған екен. Осындай жерден. Ол жерден қазір тесік қалатын болса, маты жыртылуы мүмкін деген сияқты хлопоттары көп болуы мүмкін. Поэтому мен только басынан осылай шығара салам. Надеюсь, что нормально болады. Вот, екі жағынан солай шығып тұру керек. Вот, біздің мешок бітті. Бүкіл бейкалардың бәрін салдым. Менде бейкасы кішкене неаккуратный болып қалды. Потому что немен мынандай қалыңды бытовой машинкамен тігу өте қиын екен. Промкаға үйреніп қалған соң ба, или оның может күші жетпейтін шығар. И вот, вообще күшті болды мына жері. Түбі осылай бейкамен жауып қойдым тігісін. Вот, ішінде осындай әп-әдемі болып тұрады. Қазір мынаны былай аударамыз. Осылай.
замогын жабамыз. Міне осылай. Осылай замогын жаптым. И мына жерден жаңағы қазір нені қоям. Мына жерге фиксатор қоям. Сонымен мынау былай тартылады. Мынау тоже былай жабылып тұрады. Все, әп-әдемі. Осындай біздің күшті кроватигіміз. Вот, бітті. Қараңыз, мына жерлерін тартып қойдым. Так, прям күшті. Мамық, жұмсақ, күшті болды. Бұлай даунап жатса, үйде де жата береді. Бұл енді менің ағамның ең кішкентай болашақ баласына деген менің сыйлығым. Вот, мынандай закрепкалар жасап қойдым. Если что, мына жерін бүйтіп байлап қоюға да болады, егер замок ашылып кетеді деп қорыққан жағдайда. В принципе, бірақ замок ашылмайды никак. Міне, тартса да ашылмайды. Так, до конца. Осылай. И күшті болды. Міне шнуроктардың ұштарын байлап қойдым. Мынаны кішкене қия салу керек. Вот так. И все. Күшті. Мынау ашылған кезде. Міне, бай-бай. Ашамыз. Мына жағына жайық. Не, үлкен болып, осылай кровать болады. Кәдімгідей мына жерін жайып жіберсе, сонымен үстінде без покрывала тоже жата береді осылай. Так можно тоже.